Сәлем, қадірлі көрермен, сізбен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жәпішева. Шығарылымның негізгі тақырыбына көшпес бұрын алдымызда келе жатқан қаралы күн 86 жылғы Алматыдағы және 2011 жылғы Жаңаөзен мен Шетпедегі жазықсыз қазақ жұмысшыларына оқ атылған желтоқсан оқиғаларын еске алу күні екенін білесіздер. Сол күннің қарсаңында Алматы әкімшілігінің алдында ұмытылмас 86-2011 деген жазба пайда болды. Осы бейнені әлеуметтік желілерге салған рух парақшасы астына келесідей жазба қалдырыпты. Біз бостандық ұрпағымыз. Біз билікті 1986-2011 жылдары болған репрессия мен халыққа қарсы қылмысты еш ұмытпаймыз, әрі кешірмейміз. 2020 жылғы 16 желтоқсанда сағат 12-де республикамыздың алаңдарында біз қазақстандықтар өзгерістер үшін біргеміз. Бірер сағаттан соң Оян Қазақстан белсендісі мен журналист Нағашбек Бекдайыр үйінен полицияға жеткізіліп, жазуды әкімшіліктегілер өшіріп тастады. Жазуды өшіргенмен халықтың жадынан желтоқсан оқиғаларын өшіру мүмкін емес. Сол демекші жақында Алматыдағы тек қазақша кітап сататын санаулы дүкендердің бірі Қазынадан Ырысбек Дәбейдің Жаңаөзен оқиғаларына арналған кітабын тапқан болатын. Қолыңыз жетсе, міндетті түрде алып оқыңыздар. Романның алғы сөзінде Ырысбек аға былай деп жазған екен: Жаңаөзенде қан төгіліп, халық қасірет шеккен сол шақта әдеби газетте жұмыс істеуші едім. Даталы күнге сай келген газет нөмірінің мерекелік бүкіл материалдарының аңдатпасын жазып, үйге қош көңілмен қайтқаным есімде. Дүңгіршектен газет сатып алғандар менің жазған аңдатпамды таласа оқып, тамсанатындай сезімде болған едім. Өкінішке орай, ертесі күні ел дүрлікті. Түс әлетінде Жаңаөзенде атылған оқ әлем-жәлем мерекенің әптер-тәптерін шығарды. Айтылған ән адыра, жазылған жыр жайында қалды. Желтоқсанның сол бір күні тарихта қанды жұма болып қала берді. Аңда-саңда аңдатпа жазған сәттегі кіршіксіз тебіренісім еске түседі. Содан бері 8 жыл өтті. Жазықсыз жапа шеккендердің жан жарасы қара қотырлана қойған жоқ. Неге осы обал мен сауаптың талқысы өнер тілінде өрнектелмейді? Осылайша Қоңыз атты бұл роман оқырманға жол тартты. Көріп отырғаныңыздай оқуға тұрарлық дүние. Ал біз болсақ шығарылымды бастай берейік. Әдеттегідей каналдың дамуы мен видеолардың шығуын қолдаймын деушілер осы видеоның сипаттамасында немесе мына жерде көрсетілген Каспи шотқада қандай да сома аудара аласыздар. Видеолардың әрі қарай шығуына әр тиын үлкен көмек. Рахмет, кеттік. Елдің бәрінде Путин солтүстік Қазақстанды не үшін қыспаққа алып жатыр деген сұрақ пайда болған көрінеді. Я, бұл соңғы тәуліктерде елде ең көп талқыланатын тақырып. Естімеген болсаңыз, мемлекеттік думаның білім және ғылым жөніндегі комитетінің басшысы, Русский мир қорының президенті Вячеслав Никонов бірінші каналдағы Большая игра бағдарламасының эфирінде құлаққа түрпідей тиген нәрселер айтты. Оның сөзінше, солтүстік Қазақстан Ресейдің Қазақстанға жасаған үлкен сыйы. Бағдарламада Познер және бірнеше қонағы Кеңес одағының құлауына кім кінәлі деген сұраққа жауап іздейдіміз. Ресей бұған дейін де тіпті соңғы жылы Қазақстан туралы дақпырттап жүр. Шын мәнінде Никонов Путиннің сөзін қайталап берді. Ал ол орыс халқының кеңес елдеріне жасаған сыйы туралы дәл осындай мазмұнда сөз айтқан екен. Негізі мұндай құбылыстар жиі-жиі болып тұрады. Жириновский немесе қайтыс болған Лимоновта Назарбаев өлімінен соң Ресей аймақтарын Ресейге қайтарып алу керек. Әйтпесе, элита өкілдері сол уақытта бәрін талан-тапажға салып, елдің тұтастығын сақтай алмай қалады дейді. Бүгінгі шығарылымда Никоновтың айтқан сөзімен еліміздің реакциясына басқа қырынан қарап көреміз. Жалпы оқиғаны шолып өтейік. Видеоны қоймай-ақ қояйын. Әйтпесе, бірінші канал біздің арнаны бұғаттап тастайды. Никонов былай деген екен: Қазақстан деген ел болмады, ал солтүстік Қазақстан тіпті қаңырап жатқан. Олар оңтүстік жақтарда өмір сүрді. Ал шын мәнінде Қазақстан территориясы Ресей мен Кеңес одағының үлкен сыйы. Өткенде Путин сөзінен кейінгі уақытқа қарағанда бұл жолғы реакция өткірлеу болды. Мәселе мынада: ол кезде Путин дөп басып, қазақстандық жері деп емес, СССР құрамында болған елдерді жалпылама айтқан еді. Жалпы бұл жолы сыртқы істер министрлігі ресейлік дипломат Александр Комаровты шақырып, оны істеуге бастады. Кездесу барысында Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің орынбасары Марат Сыздықов аң-таң болғанын айтты.
Не үшін кенеттен мұндай мәлімдемелер Ресейдің ең басты бірінші арнасының эфирінен айтылды дейдіміз? Сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мұхтар Құл-Мұхаммед те мәлімдеме жасады. Бұл не, жалыққан надандық па, саяси бейқамдық па? Әлде әдейілеп екі халық екі ел арасына жүк түсіру ме? Мүмкін ақш-тағы саяси партиялар тарихымен айналысатын тарих ғылымдарының докторы Никонов ең жақын көршілерінің тарихын білмейтін шығар. Сол себепті мен оған белгілі тарихи фактілерді еске түсірмеппін. Никонов болса, оның мәлімдемесінен туындаған халықаралық жанжал туралы тіпті Ресей бұқаралық ақпарат құралдарына айтыла бастағанда өзінің телеграм каналында жағдайды түзетуге тырысты. Ол былай деп жазған екен: Қазақстан Республикасының шекарасына айналған Қазақ КСР-ның шекараларын анықтау кезінде Қазақстан мүддесі толығымен сақталды деп санаймын. Мен Большая игра бағдарламасында да дәл осыны айтқам. Осы сәтті пайдаланып, бауырлас Қазақстан халқына деген ыстық ықыласымды тағы да білдірем. Мен ол шығарылымды бастан аяқ көріп шықтым. Және шынымды айтсам, әңгіме контекстіне қарап, Никонов Қазақстанның СССР құрамынан әділетті түрде шықты дегенге меңземеген. Айтарын айтты. Ол телеграмда жазған ақталу сөзі жағдайды реттей алмайды. Негізінде одан қандайда ерікті кешірім күтудің қажеті жоқта шығар. Жоғарыдан сондай тапсырма бермесе әрине. Шынында баққа қарап, оның Қазақстан туралы ғана емес, басқа елдер туралы да империялық ұстанымы барын көреміз. Мысалы, жақында ғана сайлау өткен Молдова туралы жазыпты. Ол сайлауда Еуропа бағытын ұстайтын президент Майя Сандудың жеңіске жеткенін алға тартты. Ал Молдовада Ресей тарапын қолдай бермейтін Приднестровье деген елді мекен бар. Міне цитата: Молдовия Ресеймен байланысынсыз өзінің территориялық тұтастығы туралы ойламаса да болады. Тікелей Қоқан лоқыға ұқсайды. Жалпы Никоновтың қандай позицияны ұстанатыны және бұқаралық ақпарат құралдарына үнемі көрінуі орыс элитасындағы кейбір танымал идеялардың тағы да бір көрінісі іспетті. Ол ондағы Ресей империясын қайта жандандыру идеясы туралы бұрыннан ақ айтылып келеді. Есіңізде болса, Украинадағы оқиғалардан кейін Путиннің рейтингі өте жоғары болған. Кәдімгідей өте жоғары. Ол сол қарқынмен жалғастырып келеді. Қырымды тартып алғаннан кейін орыс жерлерін қайтарушыға арналды. Ал бұл мәселе Ресей халқына майдай жағатын көрінеді. Елестетіп көріңіз. Бір жұмысшы зауыттан, жұмыстан үйіне келеді. Әйелінің көңіл толмайды, кредиті бар, балаларды киіндіріп сұрай беретін тамағын табу керек. Бұл шындықтан қайда қашады? Әрине, теледидарды қосып, Соловьев не Никонов, сіз бұрынғы ұлы империяның азаматысыз, сәл қалды. Содан кейін қайтадан ұлылығымызды алып қалпына келтіреміз деп жатқан ол адамға ұнайды. Шынайы өмірде мақтанатын түгің болмаса, өткеннен бір нәрсе іліп алып, соған сеніп, мақтануға тура келеді. Ал жер мәселесі генетикалық тұрғыдан бір естеліктер беріп, бір үміт сыйлайтындай. Кеше тіпті Қазақстандағы Ресей елшілігіне солтүстік Қазақстан Ресей жері емес деп плакатта қалдырып кетіпті. Никоновтың сөзіне оралсақ, қазақстандық белсенділер мен депутаттар реакциясы қалыпты сияқты. Мұндай шабуылды тоқтату да маңызды. Меніңше, сендер бізге міндеттісіңдер. Қаласақ, тарихи шындықты орнатамыз деген ұстанымы бар көршінің сөзіне көніп, Еуропа экономикалық одағы аясында Ресеймен қандай да жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысу мүмкін емес. Тарихи шындық орнату тезисінің өзі өте жабайы және қорқынышты утопия. Көршілер арасында мәселелер бітпес. Әр жақ өзіне ыңғайлы тарихи уақытты алып, оны күшті кезеңдерге теңеп, сол уақытты қайта орнату керек дейді. Ол өздеріне ғана ыңғайлы. Әркімнің өз шындығы болғандықтан бәріне бірдей тиімді болмайды. Ал оның соңы қан төгіспен және үлкен трагедиямен аяқталуы мүмкін. Тарихи шындық деп жанталасқан олар оқиға салдарын ойламайтын сияқты. Бағдарлама эфирінде айтылған әрі көбі аса мән бермеген бір тезис бар. Олар Ресеймен достық қарым-қатынасын сақтап қалған. Оның ықпалындағы СССР елдерін қалай ұстап қалу керектігін талқылады. Ең қызығы халық идеологиясын қаржыландыру керек деген ой айтылды. Тек элитамен жұмыс істеп қоймай, ақш секілді халықпен ақпараттық тұрғыдан жұмыс істейтін МПО-лар құру керек деді. Бұл олардың не істеп жатқанын білмейтіндігін көрсетеді. Бір бағдарлама ішінде ақпараттық жұмыс істеу керегі. Әрі Украин, Грузин, тіпті Беларусь жағдайы Қазақстанда қайталанбасын деп отыр.
Онымен қоймай, тарихи сый дейді. Егер Қазақстанда мұндай идеяға қаражат құйып, таратқан күннің өзінде кері әсерге тез қол жеткізетіндігін айтқым келеді. Бұл мәселеде мені ең ызаландырған нәрсеге келсем. Жалпы мен шығарылымдарымда ұлтаралық мәселелер туындырмауға тырысамын және қазақ, орыс деп бөлінушіліктен аулақпын. Ал мұндай сөздер Қазақстандағы орыс халқына тікелей тиеді. Қазақстанда шамамен 3 миллиондай орыстар тұрады. Ол Путин не Никоновтың сөзінен кейін оларды сепаратист деп атасақ, жағымсыз болар сөзсіз. Біздегі адамдардың саясат пен халық мәселесі бөлек нәрсе екенін түсінсе деймін. Никонов бірдеңе деді екен деп, орыстардың бәрі Путиннің пиғылын біледі деп айту дұрыс емес. Одан бөлек тағы бір мәселе бар. Бағдарламаға қатысушылар ақыр соңында СССР-дің құлауында сыртқы факторлар негіз болмады деген пікірге келді. Ақш арнайы жұмыс істеді, алайда ең біріншісі экономиканың құлауы, элиталардың күресі сынды мәселелер құлауға себеп болғанын бәріміз білеміз. Бұл жерде бір жақсы ой бар. Өзімізге сенімді болып, аяғымызда нық тұрсақ, Қазақстанда жүріп, Қытай не Ресей ықпалынан қорқып жүруді доғаруымыз мүмкін. Егер елде бизнеске жақсы жағдай жасалса, денсаулық сақтау ісі мен білім де өсер. Арыстағыдай немқұрайлықтың кесірінен қару-жарақ қоймасынан да жарылуы тоқтар. Сот әділетті болып, адамдар кінәлауды қояр еді. Дәл сол кезде Никоновтың және өзге де пропагандистер сөзін елемейтін де боламыз. Территория мен халық санына қарамай-ақ мықты елмен теңдей сөйлеседі. Мысалы, Ресей мен Қытай секілді елдермен. Өте аңғал ой екенін білемін, алайда өз шекарамызды сақтау үшін басқа амал жоқ. Олар әлсіз екенімізді түсінеді, соған қарай әрекет етеді. Протесттік ойымызды білдіргеніміз дұрыс. Алайда одан кейін мұндай шабуылдар тоқтар ма екен? Күмәнім бар. Жауласпай достасуымыз қажет. Ал сен мықты болмасаң, сенімен ешкім теңдей сөйлеспейді. Ал енді осы мәселеге басқаша қарап көрелік. Никонов бұл сөзді айтпас бұрын біздің билікпен келісіп алды деп айту қиын. Алайда бұл біздің билік үшін өте уақытлы және ыңғайлы іс болып шықты. Халықтың көбі соғыс болмаса болды деп саясатқа араласпайды. Пропаганданың айтуы да сол. Назарбаевтың кезінде түк соғыс болған жоқ. Ол бар кезде соған сүйену керек дейді. Бұл елдегі бейтарап көзқарасымыз дейтіндердің ұстанымы. Никонов туралы жаңалықтың шығуы арқылы екі қоянды бір оқпен айтпақ. Бірі сол көпшіліктің бірігуі, екінші басқа жаңалықтардың осы оқиға көлеңкесінде қалуы. Үнемі жаңалықтарды бақылап жүретіндер менің не айтып отырғанымды түсінген болар. Мысалы, күні кеше осы Никонов туралы жаңалықтардың барлығынан басқасы бұлыңғыр болды. Яғни сайлау, желтоқсан, карантинге қатысты болжамдар екінші орында қалды. Мұнымен не дегім келеді? Ыңғайлық дегім келеді. Бұл туралы Андрей Мовчанның «Ресей шындықтан кейінгі дәуірде» деген кітабы бар. Онда біз туралы да жазылған. Кітап манипуляцияны ұтымды қолдану жайында. Ешқандай жарнама емес, кітап дұрыс жазылғандықтан айтып отырмын. Саясаткерлер үшін бұқаралық ақпарат құралдарына қандайда ұлтаралық дау шығарып, оның ұзын сонар хикая ету өте ыңғайлы. Ал оның көлеңкесінде маңызды нәрселер еленбей-ақ қалады. Десе де жаңалықтар жетерлік. Сайлау алдындағы орталық сайлау комиссиясы ғимараты жанындағы қоршау орнатудың өзі біраз мәселе. Алайда Ресей Қазақстанға мынандай шабуыл жасап жатқанда, ол кімге қызық болсын. Бүгінге осы. Айтпақшы, мәдениет және спорт министрлігіне тағы айтарым бар. Біз өткенде де бір сұрату жібергенбіз. Цифрландыру, яғни Қазақстанның қасиетті жерлерінің 3D моделін жасауға қатысты сауал қойдық. Шынымен жауап алғымыз келеді. Олай болмаса, олар туралы ашық доступтағы ақпараттарға сүйеніп, өзіміз топшылауымызға тура келеді. Соңғы жаңалықтар туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып лайк басыңыздар. Және әдеттегідей каналдың дамуы мен видеолардың шығуын қолдаймын деушілер осы видеоның сипаттамасында немесе мына жерде көрсетілген Каспи шотқа да қандай да сома аудара аласыздар. Видеолардың әрқайсысы шығуына әр тиын үлкен көмек. Сіздермен бірге болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.